Сәлем достар, сіздермен бірге 401 тобы және де оның студенттері. Бізде Айбетке Құлмахамбет, Кайбекова Сабина, Улас Ахмажан және Зайтбек Алтынбек және де мен Ақжетова Дана. Бүгін бізде шынайы еркін подкаст болмақ. Осыған орай бізде негізгі тақырыптардың бірі буллинг. Негізі буллинг тақырыбы бізде қазіргі қоғамның дерті деп айтуға болады. Осыған орай сұраққа келетін болсақ, негізі бізде буллинг дегеніміз не? Жалпы ойларыңыз қандай буллинг туралы? Буллинг дегеніміз осы адамды кемсіту. Негізі буллинг осы кішкентай кезімізде мектеп кезден басталды. Бірімізді кемсітіп, бірімізді ойнатып. Мектеп кезде бала кезде түсінбейтін болмыз. Бірімізге ренжіп, қазір енді білмеймін. Қазір достарымызбен бірге ойнаймыз, кемсітесіздер, ойнап күліп жүреміз ғой. Буллинг жалпы кемсіту. Мазақтау деген секілді. Кішкентай кезімізде болды ғой. Және де осыған орай екінші сұрақтардың бірі бізде студенттік қоғамда буллинг негізі қаншалықты жиі кездеседі? Студенттік неде қоғамда дедіңіз, Иә, қоғамда. Прям енді мектеп кезіне қарағанда студент қоғамда көп кездеседі деп ойлаймын. Себебі уже өсе келе, ес біле келе баланың ортасы өзгереді дегендей көзқарасы өзгереді. Жан жаққа деген сондай уақыттарда басталады бұл нәрсе. Орта жас деген сол 18-19 жас уже университет бастаған кезінде басталады ондай нәрсе. Біреуде кемсіту, біреудің үстіне күлу деген сияқты. Қазірден айта кетеміз ғой. Мектеп кезінде қысылмайтынша жаңағы сабақ айтқан кезінде, яғған кезде ол мектептегілерге үйреніп қалады ғой, қанша жылдан бері оқып келеді. Одан универде жаңадан олар 3-4 жыл болады енді. Сондықтан бірден не алады деп ойлаймын. Сондай кезде қысылады. Студенттік өмірде басталады. Ең алғашқы кезеңдері үлкен қадамдар. Мектеп жасында енді ол ұмытып кетеді ол бала болып. Оны десе қалатын сол студенттік кезде деп ойлаймын. Сол студенттік кезде негізі әрекеттер қандай болады деп ойлайсыз? Тағым жоқ берсе. Сол әрекеттері қалай басталады? Неден басталады? Жалпы универде алғаш түсіп келген кезде енді жаңа орта, ешкім танымайсың мысалға, енді араласа келе барлығын білесің. Бірақ барлығы прям идеальный болмайды. Біріншіден, қалай айтсам болады, енді әр ортада кемсіту болады. Мысалға, сен сабақ айтсаң да, басқа өнеріңді көрсетсең де, сенен қорқыныш болады да, кемсітеді мені, дұрыс емес деген сияқты ойда боласың. Бірақ ол ойлаймын мектеп кезден қалыптасып кеткен сияқты, жалпы мұғалімдер болсын, оқушылар болсын, достары болсын, содан қалып кеткен деп ойлаймын. Ол енді өсе келе, жалпы универ оқыған кезде ол шығады. Мысалға, сен универ келгенде клубтарға кіргің келеді, амбассадор деген сияқты сөйтіп студенттік шақты енді солай өткізу керек, бірақ сондай қорқыныштар бар енді. Сонда бала кездегі іштегі қалып кеткендерді енді өсе келе шығады деп ойлаймын. Мысалы, біреудің алдында сөйлей алмауы, сонда сіздің ойыңызша ол кішкентай кезден өзің еркін сезіне алмайсың да. Мысалы, өзің группаластарың алды болсын, жалпы қоғамда. Иә. Тағы кім жауап береді? Жалпы қазіргі қоғамда көп адам әртүрлі болып келеді ғой. Және жаңа қоғамға түскен соң бізде мысалы главный факторлардың бірі қазіргі заманда мысалға көп телефон қарағанда немесе қазіргі заманға байланысты бізде кішкентай балалардың немесе жасөспірімдердің есте сақтау қабілеті өте нашарлап бара жатыр. Соған байланысты бізде кейбір адамдар мысалға есте сақтау қабілеті өте нашар болуы мүмкін. Элементарный бір затты немесе бір сандарды оқығаннан кейін 5 минуттан кейін есінен шығып кетуі де мүмкін да. Кей ортада ол затты қабылдамайды немесе ол затты түсінбейді. Соған байланысты бізде буллинг болады. Сосын екіншіден бізде кішкентай кезінен немесе кейбір бір травмаларына байланысты бізде тек жақсы оқу қажет деген адамдар да болады. Мысалы, көбінесе бізде қыздардан байқаймыз, тек жақсы оқу керек, мен ананы істеуім керек, мынаны істеуім керек деп өзіне қатты давить ететін негізі. Және де ортада оны көре алмайтын адам болады, көре алатын адам болады. Сол көре алмаушылыққа байланысты бізде буллинг та шығады ортасынан. Осы жерге Сабинаға қоса кетейін. Балдарға қарағанда, балдар қыздарға қиын болады деп ойлаймын. Енді мен қыз болмасам да, енді өзімді орындарына қойып келіп адамдар болса, біраз қыздар теуіп қалады жаңағыдай қойшы. Мысалы, сен өзің орамал тағасың да, мысалы, сенің билегің келеді, но это религия не позволяет этого.
сонсыз алып қаласың, типа іштей тынылып қаласың. Сондай нәрсе көп, оны өлең айтқым келеді жаңағыдай. Қожа айтқандай, бірақ қысыласың іштей. Сондай нәрсе да. Қыздар жаңағы не істеймін мен, былай істесем. Мысалы сен тұрасың да өлең айтқың келеді, сен тұрасың да мен егер өлең айтсам бойымын ол жаңағыдай хиджабыма не өлең айтуға болмайды, тек бұған жаңағыдай осындай дін жағында деген нәрсе сияқты да. Сондай нәрсе ол сен өзің нақыл айтқанмен біз ешнәрсе демесек те ол жан жақты көзқарасы болады. Сен оны еркек адам мақұл деп ойламайтын шығар, а қыз баласы ол бүкіл сол жерде отырғандар бәрі не деп айтады деген ой болады, и потом из-за этого сразу тоқтап қалады. Сосын еркек адам ол айта салады, ол былай қарап тұрған терять нечего деген сияқты. Сұрақ қойсам, негізінде неге адамдар бір-бірін кемсітуге мұқтаж болады? Бұл неге сол бала кездегі комплекстен бе, или андай самооценканың андай қалай айтсам болады? Ниже болу ма, бұл негізі қалай? Мен жауап бере кетейін осы нәрсеге. Біріншіден, ол кемсітуге бейім болғанда, негізі барлық адам бейім деп ойламаймын ол кемсітуге. Буллинг деген, мысалы, қасында жүрген досың болса, жаңағыдай ойнап кетші ба деп, мысалы, ойнаймыз кей кезде. Но буллинг буллингтің прям өзі кәдімгідей действительно кемсіту адамды. Сенің анау мынандай ма, не мынау мынандай. Ол буллинг физически болады, морально болады, мысалы, кей кезде физически основной жаңағыдай уже адамның денесіне ағып, адамның тәрбиесіне қарай деп ойлаймын. Да, тәрбие. Кішкентай кезінде енді внимание дейді ғой, вниманиеге жетіспегеніне деп ойлаймын. Себебі егер сенде барлығы достаточно болып тұрса, сенде барлығы болып тұрса, мен білмеймін біреуді көре алмаушылықтан өйтіп сөйлейді деп. Сонда жалпы ата-анадан бастау болады дейсіз ғой, иә? Сонда негізі бұл жердегі түпкі мақсаты сонда. Ол балада барлық нәрсе болып тұрса, ол басқалардың дүниесін, сөзін көзіне алады мысалы. Иә. Ол сол нәрсе да. Өзіңе буллинг деген нәрсе болды ма өзіңнің өміріңде? Сені кемсітіп, мазақтап. Ол Айтып отырсың, айта кетсең. Немесе өзің сондай буллингке апардың ба, болмаса? Жоқ, андай мен тисем, егер де мен тиспеймін емес, иногда болады. Мысалы, егер бір адам, мысалы, енді месть деп айтайын, андай да. Мысалы, егер бір адам маған жақын адам бір нәрсе істеп қойса, қатты көңілім қалатындай. Мен андаймын, өйтіп оған тиісіп, ұрып, жаңағыдай, ол дұрыс емес нәрсе. Потому что енді жақын адамға ешнәрсе істей алмайсың ғой. Просто андай да, сөзбен шымсу деген бар. Сөзбен шымсып тиісу деген бар. Сондай нәрсемен. Сонда бұл жерде бұл буллинг емес, сонда әзілге жақсы келеді дейсіз ғой, иә? Әзілмен қайтарып тұрған. Мен де өзім өмірімде осындай болды. Осы буллингке қарсы өзім досыммен мазақтап, кемсітіп ойнатып қойғам. Осы кесірінен досым артып 3 күн жүрген. Кешір. Соңында кешіріп, онан кейін басқа не болды ғой. Тигендей болып. Жай қойып тастадық, әзілдеп жүрдік. Қазір араласамыз. Осылай. Сабина, сіздің өміріңізде жалпы болды ма? Таныстарыңызда негізі сол буллингтің негізі 3 түрі бар ғой? Моральдық, физикалық, немесе кибербуллинг. Осыған орай бір болды ма негізі таныстарыңызда, отбасыңызда, негізі өзінің ортаңызда, кластастарыңызда или группаластарыңыздың арасында? Негізі, иә, жақында мен үйге барған кезде осыған көзім жетті. Менің кішкене сіңілім телефонға қарап жылап жатты. Сол кезде мен барып жалпы хабарын сұраған кезде ол телефонда өзінің подружкасымен былай сөйлесіп ұрысып жатқан екен. Сосын мен барып сообщениесін оқыдым. Оның кіріп қарадым. Мынаның ішінде былай қарасам бір өзекті тақырып емес, ұрысатын тақырып емес, бірақ бір мелочқа аналар ұрысып жатыр. Сөйтіп мен барып соны оқып көрсем, ұрысқан моментте екеуі бір-біріне өзінің ұялы телефондары жайлы, сенде мынандай айфон, менде мынандай айфон деген сияқты өзім бір какой-то бір кемсіту болады ғой. Сонда қазіргі балалардағы қоғамнан алшақтату сондай, иә? Сонда сенде старый телефон, менде новый, значит, сен отсталыйсың деген нәрсе болып тұр сонда, иә? Сонда қазіргі қоғамда. Айфонның маркасына қарап, короче, адамды определять ету, бөліп жару деген сияқты. Бұл уже морально травмаға әсер етеді. Және мысалы кейбір адамдар болады, ауруына байланысты ашулануға немесе жылауға болмайтын, ол эмоционально давить еткен соң оның ауруына ол минус болып келеді. Мысалы қазіргі
продуктілерге немесе заттарға қарайтын болсақ, бізде жастардың несі ауруы өте қатты дамып жатыр. Мысалға сахар, какой-то бір кішкентайларға, үлкендердің аурулары кішкентайларға да жұғып жатыр мысалға. осыған байланысты үйдің ортаншылары бар ма? Үйдің ортаншылары бар ғой, иә. Кемсітіп, бөліп, ата-ананың шамап, үйдің үлкеніне, кенжесіне шамап ондай көңіл бөледі, қатты көңіл бөледі. Ортаншысы сен ұмытып кете алды ма, бар екенін білмейді ма? Кенжесі. Осылай. Тағы сұрақ қоятын болсам, негізінде Маржан, сізде өміріңізде болды ма негізі буллингке қатысты нәрселер? Сол класстарыңыз болмаса, сол студент, қазір енді студентпіз ғой. Студенттік кезде немесе или жай таныстарыңызда не істеген болсаңыз. но болған, но бірақ қазір Негізі класстарымызда сондай бар еді ғой, мысалы, сен бойың ұзын, сен бойың қысқа, сенің киімің осындай, сондай болған жоқ мысалы сырт келбетке байланысты емес, жалпы оның ата-анасына, мысалы сен әкең ішеді деген сияқты нәрселерді айтады. Мысалы уже сондай иә, әке тарапына, ата-ана тарапына уже тіл тигізу бұл жерде. Сөзің аузында, Маржан, менде болған. 10 класста полис билетін кезде мен бойым кішкентай болып қалған қызға. Сенің бойың кішкентай ғой, және белгім келмейді. Қазір бойым өсіп кетті одан енді. Жоқ. Қазір осылай иығымнан келеді осы. Тап сондай ғой, енді ата-ана тарапынан Өмір бумеранг деген осы. тіл тигізуге де болмайды да. Мысалы ол саған тимейді емес, тиеді. Сен тем более ата-анаң туралы айтып тұр, отбасылық жағдайын айтады, өзің туралы айтады енді. Ол уже андай суицидке алып барады да. Сондай жағдайлар уже келеді. негізі қазір қоғамда не суицид көп қой осыған байланысты ше, бір-бірін кемсітуге байланысты сол. Қазақстан вообще екінші орында ма, сондай да ғой суицидтен қателеспесем. Бірінші орында Россия. Біз 2 ма 3-теміз суицид. Мен біз суицидтен кәдімгідей қаншама елдің алдында бар. Қазақстанда бір жылда қанша? Жүптеулі адам жас, особенно жас. Мысалы бұрында айтатын еді ғой. Иә, мысалы бұрында айтатын еді көкелеріміз. Бұрында енді мен жас болып 50-60 емес па, мысалы біз жаңағы жерлеуге барған кезде айтады, жастар бармау керек негізі. Жерлеуге жастар бармайды негізі. Мысалы қазір жаназаға әйел адамдар келеді, негізі жаназаға да әйел адамдар келмейді негізі. Көкелер айтады, жерлеуге барған кезде жас балалар бармайды. Тек үлкендер болып барады. Жаңағы енді бауырлары, әкесі баратын шығар. Жаңағы бір адам қайтыс болса, достары да бармайды негізі. Егер жас бала қайтыс болатын болса, өзінің ауруымен несімен достары да бармайды. Тек үйде жатып қалған кейін ары жерлеуге бармайды. Айтады да, қазіргі жастар астымен тез кетіп қалып жатыр ғой. Төбелесіне енді бәрінің өзінің уақыт несі ғой, маңдайына жазылған сонша. Но байқайсыңдар ма, бұрында үйіндегілерден сұрасаңдар, бұрында жастардың бұлай көп өлгені туралы айтылмаған. Иә. Ал қазір көп болса. Мен мысалы мынандай нәрсе қоса кетсем, мен анда көрдім да, негізінде бұрынғы мысалы 90-шы ғасырмен қазір салыстырғанда, мысалы бұрын көбінесе ұрып соғумен болған, негізінде буллинг ше, сөзбен емес. Ал қазіргі қоғамда сөзбен болады, мысалы сөзбен тиіседі, сен мынандайсың, адамды бұл жерде бұл физикалық емес, моральдық түрде жеп, сол не апару, суицидқа апару деп ойлаймын негізінде. Так, осыған қатысты бір сұрақ қоятын болсам сіздерге, өзіне сен студенттер буллингке оңай ұшырайды деген пікірге қалай қарайсыздар? Сол жаңағы сұраққа байланысты. Өзіне сенімсіз студент. Өзіне сенімсіз студенттер деген кезде мен студентпіз ғой, сол студентті айта кетсем мысалы. Өзіне сенімсіз студенттер негізі көбінесе қанша поддержка берсең де, қанша қолдау берсең де, немесе отбасы жағынан болса да, достары жағынан болса да, өзіне сенімсіз болған соң, ол түптің түбінде бәрі поддержка көмектеспейтін сияқты менің ойымша, былай қарап тұрсаң. Және сол сенімсіздікке апаратын оның ең басты ортасы болып табылады. Мысалы, достары, сен андайсың деп айтуы мүмкін. Немесе сен қолынан келмейді деген сияқты болшы. Немесе оның ішкі моральдік тұрғыдан немесе какой-то бір травмасы болатын болса, сол травмасына айтуы мүмкін да. Сабинаға қоса кетейін. Жаңа айтып отыр ғой, поддержка берсең де өзі көмектеспейді деп. Негізі көмектеседі жаңағы студент, өзіне сенімсіз студент, өзін жеңсе ғана көмектеседі. Бірінші өзін жеңсе ғана көмектеседі. Ол айтады ғой, қорқатын нәрсеге қарсы отыр деп. Өзі айтып, қанша жерден дұрыс емес болса да айтып, бізге де мұғалімдер айтады ғой,
дұрыс емес болса да айтыңдар, шығыңдар, ойларыңды айтыңдар, қалып кетпесіңдер. Айтып сол, может бір күнде өзгермейтін шығар, 2 күнде өзгермейтін шығар, 3 күн, бірақ 10 күн өтсін, 20 күн өтсін, 30 күн өтсін, бір жылда ол по-любому результат болады. По-любому болады. Егер ол өз-өзін өзгерте алса. А вот одан кейін барып қасындағылардың поддержкасы, вот ол действительно көмектеседі. Да. негізі осыған орай көбінесе буллинг жасаушы адамдар өзінен әлсіз адамға тиіседі ғой негізінде ше, өзінен қатты емес әлсіз адамға себебі біледі да ештеңе айта алмайтынын, оған күші жетпейтінін біледі, ешкім ести алмайды немесе. Сонда бұның шешімі адам өзіне бірінші сенімді болу керек дейсіздер ғой негізінде, сонда иә? Иә. Бірінші сенімді дұрыс ұстау керек, содан кейін жақсы болады деген нәрсе. Да, самооценканың жоғары болуы дейсіз ғой, сенімділік өлшемі осыған байланысты. Иә, так. Сол негізі қалай ойлайсыздар, буллинг жасаған адам кейін өкініп өзгеруі мүмкін деп ойлайсыздар ма? Негізі буллинг жасаушы адам. Негізі иә. Көбінесе мысалы қазір бізде бумеранг деген не бар, немесе қайтар тағдыр деген бар, немесе өзінің баласына болмаса өзінің басына түсіп ары қарай көру мүмкін да, негізі ол жайды ше. Сезіну мүмкін, және де сол сабақ арқылы есін жиып дұрысталуы да мүмкін негізі. Көбінесе өзгеріп жатады. Сонда да болашақта по-любому көреді дейсіз ғой. Жүрегінде иман болса, және де санасы болса. Иә. Негізі сол буллинг не только мектеп, универде, жалпы андай жұмыс орнында да болады ғой негізі. Сол осыған байланысты көру мүмкін. Негізі давка деген зат бүкіл жерде болады, былай қарап тұрсаң. Қазіргі мысалы кішкентай балдарда, мысалы қазір жаңа айфонды айтып кеттім мен, ал оқушыларда біліміне немесе киіміне болуы мүмкін, студенттерде әлеуметтік жағдайына немесе санасына немесе ашықтықтығына болуы мүмкін да, немесе сенімділігіне. Жұмыста сол жұмыс, ал қарттарда қазір былай қарап тұрсақ, негізі күлкілі тақырып. Мысалы келіндер арқылы, тойлар арқылы, мысалы бар ғой, кемсітіп жатады, сен той қандай өтті ғой, сен столың болмай қалды ғой деген сияқты. Сол қазір жарысу арқылы адам қайтыс болғанда да қазір столды прям күшті қылып жайып жатыр да. Адамдар жарысу арқылы да, осындай жағдайға жеттік та, мысалы қарап тұрсақ. Бір-бірін көре алмайды дейсіз. Иә. Соны жалпы айтқан кезде негізі буллингті қалай жеңуге болады? Негізі бұның ата-ананың әсері қалай болады? Мысалға, әлгі жаңа өзімнің басынан буллинг өтті деп жатыр ғой, соны сіз өзіңіз қалай жеңдіңіз ішіңізден? Немесе жаттығу жасадыңыз ба ойыңыз үшін деген сияқты. Немесе ішкі мораль жеңдіңіз бе? Адам жүрегінде иман болса жеңеді деген. Адам жүрегінде иман болса жеңеді. Тас жүрек болып қалсаң ол жеңе алмайсың. Әрбір адам басынан өткен шығар. Мен жүрегімде иман болды, жеңдім, қателестім, менің дұрыс емес екенін қойдым. Әр адамнан кешірім сұрадым, кешір, Құдайдан кешірім сұрадым деген секілді. Кейде сабырдың өзі, сабыр сақтамайтын жерде сабыр сақтасаң, оның өзі күнә болып есептеледі. Иә, егер кемсіп тұрған жерде саған сенің дінің не тиісіп тұрса, сенің минус неңе болды. сол Ол нәрсе. жерде не сөйлеу керек. Ол жерде сөйлеу керексің. Иә, осы біздің ішімізде қалған недосказанностьтарымыз. Буллингтің шешімі жоқ. Главное, әр адам өзіне бейім болса болды, жүрегінде иманы болса болды. Буллинг азаюы мүмкін. Егер әркім болды, мен кемсін, жойылып кетпейді ол нәрсе. Әркім өзіне сенді. Сен мысалы бүгін сен жасамасаң буллинг, ертең сен жасамасаң, арғы күні сен, одан кейін мен жасамайтын болса, буллинг азаяды. Енді высокомерие деген момент, тәкаппарланып кетпесек болды. Мен ойым сол ғой. Бірақ буллинг деген нәрсе тоқтамайды, по-любому. Ең алдымен сондай айтатын болсақ, буллинг негізі адамның өз жан дүниесін дұрыстау керек деген түйінге келетін боламыз. Бұл буллинг жалпы жай ғана ойын емес, бұл жаңа түскен жара және жеке түскен із. Сол, тәмам. Сол